Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен, Эди Дима. Бүгін видеода достар біз выживание бастайтын боламыз. Жаңадан енді выживание дегенде енді мен ойбай кішкене бастап қойдым деген сияқты ғой енді. Из выживание бастап қойдым енді. Выживание бірінші бөлім сіздерге обзор жасап кетемін. Мен выживание кішкене ойнап отырмын деген сияқты. Ал онда видеоға кетемін. Міне достар, енді мен осындай тауықтар асырап жатырмын үйімде. Яғни малтықпен сондай керек болады. Сосын не алып жатырмын. Мен яқта нем бар, осындай лестница шахтам бар. Яқта мен бір секретный входым бар. Мен секретке жатпайдым, білмеймін. Артық дауыстар шығып жатса ренжімеңдер, мен далада отырмын. Қазір менде қар жауып жатыр достар. Сіздерде қандай жазып кетіңіздер. Яқта мен қаздым, мен яқтан дым ешнәрсе таппадым, яқтан уголь таптым. Яғни яқтан уголь таптым, болды. Басқа дым тапқан жоқпын мен. Менде железо аз өте достар. Железо өте аз. Сосын мен көрдіңіздер ме, мына координата көрдіңіздер ме? 16-ға дейін қаздым да, сосын алмаз бұндай жерде кездеспейді. Сосын мен осы жаққа түсімде яқтан бәрін қастадым. Яқта арғы бетінде су бар, мен оны алғым келіп тұрған жоқ. Бір өте күшті не бар екен достар, мен алдағы уақытта есептеймін, ауыр жетпей өліп қалама деп тұрмын. Өйткені мен әлі ана жерге спаунса еткен жоқпын ғой. Спаунса еттім, етсем оны қорықпаймын, етпесем өліп қалсам бұрынғы жерден шығамын ғой. Мен бұл аралдан шыққан жоқпын, мен басқа аралдан шықтым. Осындай шақты тауып алдым мен. Сосын достар, ешқандай мен турский қойып алған жоқпын, ешқандай затты достар. Шын айтайын, сіздер маған сеніңіздер, мен ешқандай алған жоқпын. Выживание мен читсіз нешіз ойнаймын. Сол осы көп зат таптым енді. Көп зат тапқан жоқпын дегенде. Көп зат таптым деп айтатындай бір көп зат тапқан жоқпын. Қазір сундукты көрсетемін, қандай заттар тапқанымды. Ой білейін. Достар, міне мен тапқан. Осы не сундукты? Нені келіп алады осылар? Міне достар, мен ол аяқтан өте көп тастар таптым. Сосын 29 лазурит таптым, 28 красный камень таптым. Сосын 7 не таптым. Яғни железо таптым. Мен яққа осыны есік жасап қойдым, егер ашсам, аяққа тағы сондай жасап қойдым, егер ашсам, яққа шығып кетеді. Сосын мен ашып ояқтан кірмеймін, мен яқтан кірем, ашып көріп ойбай, тесік педі. Мен яқта кішкене егіншілігім бар деген сияқты, яқта балық аулауға болады. Почти аралдағы өмір сияқты, аралдағы өмір деуге де болады, яғни. Яқта баса дәу жер емес, енді бақандай. Жаңағы жер. Осында ем мен енді алда уақытта кетеміз деген ойдамыз енді. Просто сіздерге осы выживание ескеріп кетейін деген шолу. Міне достар, лайктарыңыз каналға тіркеліп кетіңіздер обязательно. Міне достар, мен осындай егіншілігім бар, кішкене өсіп жатқан. Яқта балық аулайтын жерім бар. Яқта арал бар, кішкентай арал, яқтан да арал. Осындай ғана арал бар, бір сөзбен айтқанда. Сызбақ қойын. Так, достар, мен что-то монстрлар жоқ. Так, кстати, достар, көрейікші қазір. Мен мирно қойып қалғам екенмін ғой. Легко қойын, нормально қойын, хотя бы. Өйткені мен, достар, эндермен 2 эндермен шайқасқан болатымын. Сөйді мен жартақ жаным қалды. Жартақ хапым қалды, йоу. Мен шошып жүрейін жалып кетейін деп қалды да, неқа түсінде, осақ қорғап қалды. Түсінде, сосын мирно қойып қойдым енді. Енді кешіріңіздер енді қатты шит қолданған жоқпын бұлай енді. Шит қолданмайын деп уәде беремін сіздерге, Вот. Осы танатып жатыр, криперлер шықты уже. Яғни деген сияқты, яғни дегенде яғни. Мен яқтан қой таппай жүрмін, менде бір шерсть жоқ достар, бір шерсть жоқ менде вообще. Мен қарсаңыздар, бір шерсть жоқ, хотя бір шерсть жоқ қой. Қой жүрген мен сол қойды өлтіргім келмейді, мынандай ножича жасауға железо, сондықтан қалсам железо табылмай кетті да. Кеп алып ножичаны жасаған кезде, сол кезде яқта не жоқ. Ох, ё-моё. Так, скелет құттырынып жатыр көп. Ой, еппай, шоштың ғадан. Өліп жатсың ғой сен, жанып білесің ба? Өлесің сен. Так, жақсы, оған мән аудармақ қойыңыздар.
сол енді сіздерге осыны айтып кетейін дегенмін. Осы жаңалық. Міне, сондықтан осы видео лайктарыңызды басып кетіңіздерші. Өтініш сендерден. Өтініш лайктарыңызды басып каналға тіркеліп кетіңіздерші. Пажы, өтініш сендерден. Маған үшін ол мотивация болады. Және комментарий өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Сол. Міне достар, сіздермен бірге болған Дима. Яғни келесі видео тез шықтың десеңіздер, осы видеоға 10 лайкты жинақтасайық. Ал сонда видеоны аяқтаймыз. Сау, саламатта болыңыздар. Атпеше достар, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Және осы видеоны жақындарыңызға таратыңыздар. Сау, саламатта болыңыздар. Атпеше тағы да біз сендерге бір нәрсе айтып кетейін. Яғни сендер мен түрімді көргілеріңге жүрсе, менің подписчигімде 200 санына жеткізсеңдер. Сөзі мен үйіме дейін, бұрышына дейін обзор жасап беремін, және өзімнің түрімді, өзім туралы мәлімет бәрін айтып беретін боламын. Сондықтан мен туралы мәлімет білгілеріңіз келсе, тез 200-ға жетіп